Сәлем достар, мен бүгінгі видеода таймфреймдерді қалай қолданамыз, сол туралы айтатын боламын. Бірінші таймфреймдер туралы түсіндіріп кететін болсам, ол мысалға мына жерден 15 минуттық дегенді таңдайтын болсақ, мына жердегі уақыттар таймфрейм дегеніміз. 15 минуттық таңдайтын болсақ, бізде бір свеча өзінің 15 минуттағы қозғалысын көрсетеді. Мына төменгіге мына жердегі уақытқа мән берсеңіздер, мына свеча 21:00-де шыққан, келесі свеча 21:15, келесі свеча 21:30-да шыққан. Енді 30 минуттықпен көретін болсақ, мына свеча 16:00-де шыққан, 16:30, 17, 17:30, 18, әр свеча өзінің уақытын көрсетеді. Енді бізге бұл не үшін керек? Бізге бұл таймфреймдер нақты анализ жасау үшін қажет. Сіздерге бірінші бір айлықпен көрсететін болсам, месячный таймфреймге қоятын болсақ, біз бұл жерден тренд сызықтарын сызып алуымыз керек. Мына жерде әрбір свеча өзінің бір айлық қозғалысын көрсетіп тұр. Мына жерде. Енді біз бұл жерден зона поддержка и зона сопротивления сызып аламыз. Мына жерде бізде зона поддержка, мына жерде бізге зона сопротивления. Енді бұл жерден біз максимум, минимумды анықтаймыз. Максимум, минимум, максимум, минимум. Енді осыларды біріктіріп шығамыз тренд сызығымен. Бізге маңыздысы трендті анықтауымыз керек. Восходящий тренд па, нисходящий тренд па, әлде боковой тренд па. Баға қайда қарай кетіп бара жатыр, соны анықтауымыз керек. Біз енді бір айлық үлкен таймфрейммен қараған кезде баға төменге қарай кетіп жатыр. Значит, мына жерде нисходящий тренд басталған уже. Анықтап алдық. Енді точно подтверждение іздейміз. Олардың уж бізге керегі жоқ. Енді біз бұны апталықпен көреміз. Бір апталық, мына жерде бір апталықты қосатын болсақ, бір апталықпен бізге мына жерде ордер блок көрініп тұр. Мынау бізде ордер блок. Мына жерде тағы да бір ордер блок шықты. Мынау уже брекер блокқа жатады. И осы жердің өзінен тағы да біз зона сопротивления и зона... мынаны тренд сызығымен су керек. Зона сопротивления. Мына жер зона поддержка. Баға осы екі аралықта жүруі мүмкін. Осы тренд сызықтарын егерде төменнен бұзса, егерде мына поддержканы бұзса, онда төменге қарай кетеді. Егер мынау сопротивлениені бұзып жоғары қарай кетсе, онда баға жоғары қарай кетеді деген сөз. Бірақ мына жердегі двойная вершина баға төмен кетеді дегенді білдіреді. Мына жерде двойная вершина байқасақ болады. Мына двойная вершина бұл баға түседі дегенді білдіреді. Енді біз RSI-ды қосып көрейік. Жоғарыдан бастап анықтайтын болсақ, мына жерде дәл осы жерде мынау төменге қарай кеткен RSI-да мынау былай кетіп жатыр уже. Егерде RSI-да баға осылай кетіп, жоғары кетіп, ал мына сызықта тренд сызығына төменге қарай кетіп жатса, екеуі бір-біріне қарама-қарсы болса, онда шортқа кіруге сигнал бізге. Енді біз күндікпен көрейік. күндік
дневноймен көретін болсақ, загрузка болып жатыр. Міне, бізге уже бір күндікте тоже подтверждение шортқа кіруге. Мына жерде уже баға түсіп жатыр. Бірақ мына жердегі ордер блогымыз уже көрдіңіздер ма? Таймфрейм ауысқан кезінде анық бола түседі. Мына уже ордер блог емес. Бағана бізде бұл ордер блог көрсетіп тұрған. Ордер блог мына жерлерде жоқ. Мына жерде баға бұзып кете алмаған әлі. Осы екі аралықта жүр. Жаңағы анықтаған мына жердегі двойная вершина шортқа кетеді деген сөз. Значит, достаточно баға төменге түскен. Мына жерден поддержка алған. Бірақ мына жердегі двойная вершина тоже түседі дегенді білдіреді. Бізге бұл таймфреймдер не үшін керек? Бізге точно анализ жасау үшін, нақты анализ жасау үшін керек. Біз қай жерден лонгқа кіреміз, қай жерден шортқа кіреміз, соны точно анықтау үшін керек. Осылай анықтап аласыздар. Әрқайсыңыз өздеріңіз осылай таймфреймдерді қолданып 4 сағаттықты қойып, 1 сағаттықты қойып, 15 минуттықты қойып, анализ жасап, дұрыс анализдеріңіз жасап алсаңыздар болады. Егер де сіз осы бір күннің ішінде алып, бір күннің ішіне сатып жіберетін болсаңыз, онда сіз таймфреймдердің ішінен 15 минуттық, 30-45 минуттықты қолдансаңыз болады. Ал егер де бір айға алатын болсаңыз, бір ай немесе бірнеше айға алатын болсаңыз, онда сіз 4 сағаттықпен және де бір күндікпен көрсеңіз болады. Ал егер де ұзақ уақытқа инвестиция жасайтын болсаңыз, онда 3 ай мен 1 ай аралығындағы таймфреймдерді қолданып, баға қалай кетеді, дәл осылай мен сияқты тренд сызықтан сызу арқылы анықтап алсаңыздар болады.